Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен керемет ақпаратпен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер сіздерде кальций аз болса, осылай жасап ішсеңіздер болады. Құрамы бар болғаны 2 заттан тұрады. Бізге осындай жұмыртқаның қабығы қажет. Суға піскен емес, кәдімгі жұмыртқаны қуырып жейсіздер, содан қалған жұмыртқаның қабығын осылай алып қаласыздар. Енді әрине сыртын бір жуып тазалап аласыздар. Осындай қабықтарын алып қаламыз, және бізге осындай қара бұрыш қажет. Қара бұрыштың осындай домалап тұру керек. Сіздерге қалай жасалып, қалай ішетінін көрсететін боламын. Бізге осындай 2 жұмыртқаның сырты және де 23 штук осындай домалақ қара бұрыш қажет. Осыны алдын ала дайындап аласыздар. Енді бізде жұмыртқа, енді осыны сіздерде егерде ұнтақтайтын зат болса, соны ұнтақтап алсаңыздар болады, жақсылап майдалап. Мен енді бұны қазір блендермен майдалайтын боламын. Ең алдымен осыны жақсылап майдалап алайын, кішкене өткізуге оңай болу үшін. Осылай жақсылап майдалап аласыздар. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Қазір енді блендерден өткіземіз. Өте майда ұнтақ болу қажет. Ұн сияқты өткені жегенге ыңғайлы болу қажет. Бұл кальцийді кәдімгідей жақсы көтереді. Қазір сіздерге барлығын толықтай айтатын боламын. Қалай ішеді, барлығын түсіндіретін боламын. Мына блендерімізге салып алдық. Енді қазір езетін боламыз. Осылай блендермен езіледі. Әлі бұл дайын болған жоқ. Қазір үстінен енді 20 дана қара бұрыш салатын боламын. Міне 20 дана салдық. Енді барлығын тағы да блендерлейтін боламыз. Осылай дайын болды. Барынша майдаладым енді. Қалған тағы да қазір езіп алатын боламын. Барынша майда болған дұрыс. Ішкенге оңай болады. Тағы кішкене езіп алатын боламын. Үлкенде оқыған қара бұрыштарды жақсылап езіп аламыз. Дайын болды. Осылай енді осыны алып қоясыздар да. Бұны 1 апта көлемінде ішу керек. Одан көп ішсеңіздер, бұның да зияны бар. Құм тас толтыру мүмкін іштеріңізде. Бірақ 1 апта ішкеннің өзінде өте көп пайдасы көп. Бұл кальций жетіспеушілікке арналған ем. Сіздердің кальцийларыңызды көтеріп, және де буын аяқта тартылып қалады ғой. Соған да жақсы ем. Міндетті түрде ішіп, қолданып көріңіздер. Енді бұны қалай ішеді десеңіздер, таңертең, түсте, кешке тамақтан 30 минут бұрын алдын ішесіздер. Жарты шай қасықтан жылы сумен ішу қажет. Немесе тамақтан 1 сағаттан кейін ішсеңіздер болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай ішесіздер. Тамақтан алдын, немесе тамақтан кейін 1 сағаттан кейін ішу керек. Тамақпен алдында ішпеңіздер. Осымен дайын. Сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Менің парақшамда өте көп пайдалы видеолар, тәтті тағамдардың видеосы бар. Қарап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде қолдау білдіріп кетіңіздер. Осы емді кальцийі аз жандар болса, міндетті түрде ішіңіздер. 3 мезгіл ішіп, 1 апта бойы арасын үзбей ішсеңіздер, пайдасы тиеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Ал енді баршаларыңызға ем болсын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.